Нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасы аясында білім беру және денсаулық сақтау саласы қызметкерлерін тұрғын үймен қамту ісі жалғасып жатыр. Оның шеңберінде баспана сатып алу құқығымен 20 жыл мерзімге жалға беріледі. Несиені алдын ала өтеуде қарастырылған. Бұл бағыт іске қосылғалы бері 1564 отбасы қоныс тойын тойлады. Жаңа пәтер алғандардың арасында тек дәрігер немесе мұғалім ғана емес, кітапханашы және осы салада еңбек ететін өзге де мамандары бар. Ұзын саны 1500-ден астам адам бағдарламаның аясында баспаналы болған. Ақтөбелік Айнұр Тоғызбаева 2 бөлмелі пәтердің иесі. Жалпы аумағы 60 шаршы метрлік үйді бөліп төлеу шартымен 20 жыл мерзімге алған. Кейін өз атына аударылады. Ай сайынғы төлемі 40 мың теңге. 9-шы этажда тұрамыз. Бірақ этажы жоғары болғанмен бізге өте ыңғайлы арендное жилье последующим выкупым дейді, яғни өз келесіде жаңа несін кредитін өтегеннен кейін өзіңнің атына аударып алу мүмкіндігі бар бағдарлама. Арендалық баспана Қазақстан тұрғын үй компаниясы арқылы беріледі. Бәйтерек холдингіне қарасты ұйым мемлекеттік бағдарламаға қатысушы қалалар тізімін кеңейтуді қолға алды. Бұл ретте компания пәтерді жеке құрылыс салушылардан сатып алады. Жалға берілетін үйге денсаулық сақтау, білім және ғылым министрлігінің қызметкерлері және ведомстволық мекеме өкілдері иек артады. Жилье предоставляется на беспрецедентных условиях. Алғашқы жарнаны төлеудің қажеті жоқ. Егер өтінім берушінің өзінде төлем қабілеттілігі жетпей жатса, кепілгер тартуға болады. Нұрсұлтан, Алматы, Шымкент, Атырау, Ақтау қалаларында жалға алу құны орташа есеппен шаршы метріне 1455 теңге. Ал қалған өңірлерде 1232 теңге шамасында. Бағдарлама 2019 жылы жүзеге асырыла бастады. Алдағы 3 жылға жоспарланып 40 миллиард теңге бөлінген. Биыл бюджеттік сала қызметкерлеріне тағы баспана беріледі. Дәрігер, мұғалім, оқытушылар қоныс тойын тойлайды. Рауан Мыңбаев, Әнуарбек Мырзатайұлы, Хабар 24.